Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен сатылымға арналған универсальный песочный тестода осындай творожный пирог дайындайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте үлкен қолдау және де шабыт береді. Ал кеттік, бірінші құрғақ заттарымызды ұн, қант, разрыхитель және ванильдік қантты салып жақсылап араластырып алыңыз. Біркелкі етіп, артынан жұмыртқа, 2 жұмыртқа қосасыз. Кішірек 2 жұмыртқа болды менде. Қаймақ 2-3 қасық. Артынша бөлме температурасындағы сары майды қосасыз. Қатты емес және де еріп тұрған емес. Барлығынан осындай песочный тесто дайындайсыз қолмен. Басында қасықпен немесе вилкамен араластырып, соңында осылай қолмен жақсылап песочный тесто дайындап аласыз. Жұмсақ болып шығу керек. Салафанға салып, холодильникке 1,5 сағатқа салып қойсаңыздар болады. Салмасына сүзбе, жұмыртқа, қант, қаймақ салыңыз. Барлығының көлемі төменде описаниеде жазулы. Және біркелкі етіп араластырыңыз. Блендермен де араластырсаңыз болады, бірақтан мен вилкамен араластырдым. Сонда өз формасын сақтап әдемі болып шығады. Міне қамырымыз дайын. Оны біркелкі етіп формаға орналастырасыз. Жан жағын осылай вилкамен басыңыздар. Әдемі форма беру үшін. Артынан салманы салып, барлығын орналастырыңыз. Бетіне кез келген варенье жақсаңыз болады. Менде клубниканың вареньесі болды. Соны бетіне кішкене жақтым. Міне осылай әдемі болып піседі. 180-170 градуста. Беті осылай қызарғанша қатты күйіп кетпеу керек. Пісіріп аласыз. Осылай дайын болады. Бетіне сахарный пудра сеуіп, қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді. Келген қонақтарыңыздың барлығына да ұнайды деген сенімдемін. Сол себепті міндетті түрде жасаңыздар. Және де каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сіздермен болған Гүлдана. Баршаңызға ас болсын.